Биылдан бастап көпбалалы аналарға өмір бойы жәрдемақы төленбек. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов еліміздегі көпбалалы аналарға өмір бойы жәрдемақы төленетінін мәлімдеді деп хабарлайды ақпарат агенттігі. Іскер азамат YouTube каналына міндетті түрде тіркеліңіз және соңғы жаңалықтардан хабардар болып отырыңыз. Алтын алқа, күміс алқамен марапатталған көпбалалы аналардың мәртебесі үшін төленетін жәрдемақы өмір бойы ай сайын төленеді. Бүгінгі таңда бұл жәрдемақыны 230 мыңнан астам аналар алып отыр. Ол үшін республикалық бюджеттен 60 миллиард теңгеге артық қаражат қарастырылған. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап әлеуметтік кодекспен марапатталған аналар ұғымын енгізіп отыр. Бұл мәртебе көпбалалы аналардың еңбегін құрметтеу және мойындау ретінде өмір бойы күміс алқа, алтын алқа, батыр ана даңқ орденімен марапатталған әйелдерге беріледі, деді Оспанов. 7 бала тәрбиелеп отырған аналарға 1 шілдеден бастап жәрдемақы мөлшерінің 7,4